Бұл Вьетнамдағы ең қатыгез туннель шайқасы. Америкалықтар туннельден өтіп бара жатқанда инелер тұзағына түсіп кетеді. Олар басын көрсеткен кезде вьетнамдықтар оны арқанмен мақтылап улап тастайды. Кейде олар жылан туннеліне байқамай кіріпті кетеді. Барсаңыз, тірі шықпайсыз. Мысалы, осы американдық солдат жаудың ізінен түсемін деп өзі суға батып кетеді. Тіпті ақштың бомбалаушы ұшақтары кезек-кезек бомбаласа да, бұнысынан түк шықпайды. Вьетнамдықтар жер астында қалыпты өмір сүре алады. Тіпті олар туннельге граната лақтырса да, бұл пайдасыз, өйткені ішкі құрылымы түзу емес. Ешкімді жармай, граната босына асырап болады. Дамыған ақылды америкалықтар улы газды пайдаланса, су қабырғаларымен оңай оны жоя салады. Немесе жай ғана тесіктерді бітіп тастайды. Ол туннельден улы газ өте алмайды. Америкалық сарбаздар вьетнамдық базаны табу үшін арнайы екі итті тапты. Олар оны шошқа қорасына дейін қадағалады. Америкалықтар бұл жерді күте аламыз деп ойлайды. Бірақ вьетнамдық туннельдердің ұзындығы 200 километрге дейін жетеді. Ең қуатты туннель америкалық солдаттардың штаб-пәтеріне дейін апаратын еді. Бұл туннельдер тек дәретханаға емес, сонымен қатар өздеріндерге де апарады. Вьетнамдықтар суға секіріп, одан әрмен туннельге қайта оралады. Мұндай туннельдерді қазуға вьетнамдық тропиктік климаты мен жаңбыр кезіндегі жұмсақ топырақ көмек болды. Олар түнде америкалық сарбаздар демалып жатқан кезде жасырын шабуыл жасайды. Бұл олардың қорғауына мүмкін болмайды. Бұны өрмекші іні деп атаған.